Баршаңызға сәлем. Бүгін хит болған мини красный бархат пісіреміз. Ыдысқа айран құйып алып, гелевый қызыл бояғышты саламыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап қасықпен болмаса вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін ас содасын қосамыз. Ол кезде де жақсылап араластырамыз. Тағы бір ыдысқа құрғақ заттарды салып қоямыз. Он және қопсытқышты салып қоямыз. Ең бірінші жұмыртқаны жарып салып алып, екі жұмыртқаны үстіне қант қосамыз. Ең жоғарғы жылдамдыққа қойып, миксермен араластырып аламыз. Бес минут араласқаннан кейін 75 грамм май саламыз. Сондай-ақ оны да 5 минут араластырып аламыз миксермен, жоғарғы жылдамдықпен. Алдын ала дайындап қойған ұн мен қопсытқышты жаймен ақырындап саламыз, миксерді өшірмей. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін қызыл айранды қосамыз. Сондай-ақ жоғарғы жылдамдыққа қосып, миксерлеп аламыз. Бір келкі араласқаннан кейін қалған ұнды саламыз.
Міне қамырымыз дайын. Енді формаға салып, астына пергамент төселген формаға салып, 180 градусқа 10-20 минут пісіріп аламыз. Өзіңіздің печкаңызға байланысты қарайлап отырасыз. Міне коржымыз осылай піседі. Крем дайындау үшін 100 грамм сливки, 100 грамм крем-чиз және 50 грамм сахарный пудра саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз миксермен. Жоғарғы жылдамдықтағы. Корждарды өзіңізге керек формада осылай кесіп аласыз. Капсулаға салып, үстіне крем жағасыз. Лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.